Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ұстап атқан оразамыз қабыл болсын. Бүгін 22 наурыз, ұлыстың ұлы күні, наурыз мейрамы да құтты болсын. Ал кезекті салауатымызды айтуды жалғастырамыз. Ендеше сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп бастайық. Мынау менің арнама жаңадан қосылып атқан кісілер осы. Біздің арнаға тіркеле кетіңіздер. Арнадағы менімен бірге болып салауат айтатын боламыз. Салауаттың құндылықтарын білетін кісілері үздіксіз ауызы салауаттан құрғамауға тиісті. Ал ендеше салауат айтып отырайық. Аллахумма салли ала сайдина Мухаммад, 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 Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад, Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад, Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад, Аллахумма салли ала рухи Мухаммадин фил арвах ва ала джасадихи фил аджсад ва ала кавлихи фил кубур. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. Жаңадан қосылып отқан оқырмандар болса, мынау айтып отқан салауат не туралы деп білмей отқан болсаңыздар, бұл салауат мен Дәлел Хайрат деген кітаптан алдым. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көру үшін оқылатын салауат екен. Қысқа және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрсем деген арманмен анда Дәлел Хайрат кітабында қаншама салауаттың ішінен осы салауатты жаттап алдым мен. Енді бұны 70 мәртебе түнде айтып, жалпы көп айту керек енді. Сол салауат және де қазақшада айтамыз, сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп. Ал ардақты достар, мен неге келдім? Дүкенге қазір. Аллахумма салли ала сайдина Мухаммад деген салауат. Енді өзім осы салауатты көп жақсы көрем. Көбінесе осыны айтамын. Және де тағы бір салауат бар. Пайғамбар саллаллаху өзі жақсы көретін салауаты. Аллахумма салли ала сайдина Мухаммадин ан-набил уммил хабибил махбуб ал-галил қадри ал-азимил джахи ва ала алихи ва сахбихи ва саллим. Салауатты негізі жалпы құлшылықта, истихфарда, өмірі бәрі ойдағыдай, проблемасы жоқ, басында қиындықтар жоқ, денсаулығы дұрыс. Енді адамдар бәрі айтатын шығар, енді мен қателесіп отқан шығармын, бірақ бәрі өмірі идеальный адам зікір етіп истихфар айтады деп енді айта алмаймын. Мен өзім ойлаймын, солай қателесіп отқан шығармын. Кімнің басында бір қиындық болады, басында проблема болады, денсаулығында бір кінәрат болады. В общем, сондай кісілер Алланы іздеп кетеді ғой. Құдайды іздеп, қиындықтардан шығу үшін Құдайды іздейміз. Сондықтан әркімнің басында бір шамалы болсын, мұң бар шығар, қиындық бар шығар, Алла кешсін. Бір кем дүние дейді, бір кем дүние бар ғой. Сондықтан ба білмеймін, енді менің өзімнің басында да бір кішкене нелерім бар, оны енді сіздерге айта бермеймін ғой. Сондықтан енді бір жағынан сынақтар бар, сол жаңа сынақ, басымда бір сынақтар бар шығар. Сол сынақ арқылы мінекей Алланы тауып жатырмыз. Сол басымызға берген бір қиындық сынақтарды біз ренжісек, осы неге келе алмаймыз. Сол басымызға келген кішкене бір сынақтар арқылы Алланы тауып аузымыз зікірге, тіліміз калимаға, жаңа жүрегіміз салауат айтуға ұмтылып жатыр. Сондықтан басқа келген сынаққа негізі ренжімеу керек. Ол сынақтың біреуі жақсылыққа апарады, біреуі жамандыққа апарады. Кейбір адамдар сынақтан кейін арақ ішіп кетеді, буыны өліп қалып жатады, бір қиындықтарды көріп жатады. Кейбір адам басына келген сынақтар арқылы исламға келеді, мешітке барады, Құдайын іздейді. Енді менің өзімнің басымдағы бір сынақтарым, өмірімдегі шамалы қиындықтарым
осы ғибадатқа құлшылыққа келіп жатыр. Соның ішінде тілімді салауатқа, истиғфарға келіп жатыр. Аллаға шүкіршілік деймін. Бір достармен мында бір шаруалармен келдім, енді кіріп шығуым керек, сосын жалғастырып отырамыз. Ал достар, жалғастырамыз. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад, Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад, Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад. Өзің аузың берік, ораза, тілің зікір мен салауат болса, қандай бақыттымын деп өзім сезінемін. Сол мен сезінген бақытты сіздер де сезініңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад, Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад, Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин камма салайта ала Ибрахима ва ала Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин камма баракта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ортасында салауатпен бірге истиғфарды айтқан жақсы. Астағфируллах, 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 астағфируллах ал-азим, астағфируллах ал-азим, астағфируллах ал-азим ва атубу илайк, астағфируллах ал-азим ва атубу илайк деп достар, жұмысқа келдім. Тағы жалғастырамыз сосын. Ал бисмилля деп, ассаламу алейкум, құрметті достар. Біз кезекті салауатымызды жалғастырамыз, иншалла. Ал ендеше, Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад, 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 Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин кама салайта ала Ибрахима ва ала Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин кама баракта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин кама салайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин кама баракта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. 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 Sүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммадин ан-набил уммил хабибил махбуб ал-галил қадри ал-газимил джахи ва ала алихи ва сахбихи ва саллим. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الغالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الغالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الغالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Менің осы арнамыз салауат зікірде аталады. Бұл арнада осындай бос жүрмей, жол жүргенде тіліміз салауат айтумен шұғылданады және зікір айтумен. Зікір дегеніміз жаңағы Алланы ұлықтау, кешірім сұрау, сол тіліміз Алламен байланыста болсын деп. Енді Алламен тілің байланыста болғанның сыртында жүректі байланыстыра білу, ол енді керемет. Сондықтан жүрегіміз бен тіліміз қатар Алланы ұлықтаса, ол енді нұр үстіне нұр болады. Біз енді кейбір кезде көбінесе тіліміз жұмыс істеп кетеді да,
тіліміз зікір айтады, бірақ жүрегіміз басқа жаққа кетіп қалады. Сол жаңағы салауатты негізі жүрекпен айтқан, оған өте керемет қой енді. Бір нәрсені жүрекпен істеген, шын пейілмен істеген жақсы. Сол үшін енді тырысу керек жүрекпен айтуға. Ал дүние алдайды, жаңағы есіңе анау түседі, мынау түседі. Сол жүрекпен айту енді кейбір кезде қолымыздан келмей жатады. Сондықтан жүрекпен айтуға тырысамыз, бірақ бәрібір сан, сапа не болса да осының бәрі айта бер дейді ғой Тілекқабыл ұстаз бір подкасттарында. Өйткені сенің құрметің емес, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам аты естілгесін, сол кісінің құрметіне сауаптар жазылады дейді. Нұрсұлтан ұстаздың бір айтқаны бар: сен салауатты танып тұрып айтсаң қандай, біреуге жаңағы сәлем айтқанда танып тұрып айтсаң жақсы ғой, танымайтын адамға сен қалай сәлем айтасың дейді. Бірақ сол секілді Алланың елшісін тануға тырысу керек. Ол үшін ол кісінің өмірбаянын оқу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи өмірбаянын мен қаншама зерттедім. Соның ішіндегі ең кереметі мынау Рашид Дәулет деген канал бар. Сол кісінің Исмаил Құттықожаев деген Исмаил ағамыздың айтқан Пайғамбар саллаллаху алейхи өмірбаяны керемет. Мен сол кісіден әсер аламын, соны көп тыңдаймын. Бұл кісі Пайғамбар саллаллаху алейхи өмірбаянын айтып келіп, анаға мынаны бір шолып кетіп, басқа жаққа бұрылып кетіп, басқа темаға кетіп қалмайды. Тек сол бағытта ма, сол бағытта қысқа нұсқа түсікті. Сондықтан соны тыңдаңыздар. Ал ендеше салауатымызды жалғастырамыз. Енді әрбір жерге келіп тоқтағанша айтамыз, тоқтаған жерден үзіп қоямын, жалғастырамын. Сол салауатымыз жалғасады. Әлі күніне бір 10 минуттай видео салып отырамын. Кішкене сіздерге мотивация болсын. Салауат айтумен шұғылданайық. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Біз әзірше тоқтатамыз енді. Ана биіктен қарап бір салауат айтайық. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Аллахумма салли ала сайдина Мұхаммад. 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 Аллахумма салли ала Мұхаммадин ва ала али Мұхаммад. Аллахумма салли ала Мұхаммадин ва ала али Мұхаммад.